Әлеуметтік желіде әкесінен қалған үйді бөлісе алмай жатқан бауырлардың таласының видеосы тарапты. Қараңыздаршы, қандай қиын. Үй кімге қалатын, кімге қалмайтынын, кімге керек екенін, кім алу керек екенін дауласып шеше алмай жатыр. Осындайдың алдын алу үшін, мұндайға жол бермеу үшін не істеуге болады? Біріншіден, адам көзі тірі кезінде оны сыйға беріп кетуге болады. Кез келген баласына ешкім рұқсат алу міндетті емес. Бірақ сыйға тартудың да өзінің түрлі салдарлары бар. Сыйға тартқаннан кейін адамның өкінішке орай шайы сеуіп кетуі мүмкін. Оның қадірі кетіп қалуы мүмкін. Дүние деген бәле нәрсе ғой. Сондықтан мен көбіне айтамын, көзің тірі кезінде үйді сыйға тартпа деймін. Егер де өмірден өтіп жатқаннан кейін артыңда мұндай дау болмайтынын қалайтын болсаң, онда көзіңнің тірі кезінде өсиет жасап, мүлікті кімге қалай беру керек екенін реттеп кетуге болады. Мұны өсиет деп айтамыз. Оны нотариуске барып жазуға болады. Мынандай даулардың кезінде біздер көп қатысамыз, келіссөздер жүргіземіз, бәрін түсіндіреміз. Талай осылай шиеленіскен дауларды шешіп, мұрагерлік істерді реттеп бердік. Дәл осындай сұрақтар туындайтын болса, мұра кімге өту керек, қалай өту керек, қандай проблема бар, 6 айдың ішінде мұраны қабылдау, мұралық мерзімді қалпына келтіру деген секілді, өсиетті дайындау, осы секілді түрлі сұрақтармен бізге келсеңіздер болады. Қазалы ауданда тікелей кеңсеге, ал өзге өңірлерден кеңеске жазылсаңыздар болады. Осы деп даудың алдын алуға болады ағайындар.